Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 2-ші сынып математика сабағы. Тақырыбымыз өрнектегі амалдардың орындалу реті. Балалар, жұмбақ шешкілерің келе ме? Олай болса мұқият тыңдаймыз. Аяқ жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныштырмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Әрине су. Бұл адамға қажетті 5 жағдайдың бірі. Су біздің басты байлығымыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз су айналымы. Күн, мұхит, көл және өзен суларын қыздырады да, су булану процесінде су буына айналады. Өсімдіктер де транспирация процесі кезінде жапырақтан ауаға шыққан бу түріндегі суды жоғалтады. Су буы ауаға көтерілгенде ол салқындайды да кішкене су тамшыларын түзеді. Бұл тамшылар бірігіп бұлт құрайды. Бұл процесс конденсация деп аталады. Бұлт әбден ауырлап, су тамшыларын ұстай алмағанда, олар жаңбыр, бұршақ немесе қар түрінде қайтадан жерге құлайды. Бұл процесс жауын-шашын деп аталады. Жерге түскен судың бір бөлігі топыраққа сіңеді. Бұл су бізге жер асты сулары түрінде қол жетімді. Қалған су мұхиттар, өзен, көлдер мен теңіздерге оралады. Бұл процесс су жинау деп аталады. Қанеки балалар, алдарыңыздағы келесі мына суреттерге назар аударайықшы. Барлық суреттерге не ортақ? Жарайсыздар, су ортақ. Олардың әрқайсысына берілген мысалдарды шығарып, жауаптарын салыстырайық. Ол үшін сіздерге аз ғана уақыт беріледі. Ал балалар, бірге тексеріп көрелік. 16 мен 8-дің бөліндісі, 12 мен 6-ның бөліндісі, 18 мен 9-ның бөліндісі, 14 мен 7-ның бөліндісі, 15 мен 5-дің бөліндісі. Оқылған өрнектердің қайсысын артық деп айтуға болады? Әрине, 15 мен 5-дің бөлінісі. Өйткені оның мәні 3-ке тең. Ал қалған өрнектердің мәні 2-ге тең болады. Рахмет балалар. Біз бірге жұмыс жасай алдық деп ойлаймын. Есімізге түсірейікші, қандай арифметикалық амалдар бар еді? Иә, қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары. Бүгінгі сабақта біз өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білетін боламыз. Әрі қарай балалар, мына жаднамаларды пайдалана отырып, амалдардың орындалу ретін анықтап, және өрнектердің мәнін табайық. 5 пен 2-ның көбейтіндісіне 4 пен 2-ның бөлінісін қосу үшін, алдымен көбейту немесе бөлу амалдары ретімен. Содан кейін қосу немесе азайту амалдары рет-ретімен орындалады. Сонда өрнектің мәні 12-ге тең болды. Келесі өрнекте 12 мен 6-ның бөлінісін 3-ке көбейтсек, немесе 3 пен 4-дің көбейтіндісін 2-ге бөлу үшін, амалдар сол жақтан оңға қарай рет-ретімен орындалады. Демек,
12 мен 6-ның бөлінісін 3-ке көбейтсек, 6-ға тең. Ал 3 пен 4-дің көбейтіндісін 2-ге бөлсек, 6-ға тең болады. Келесі өрнектерге қарайық. 5 пен 10-ның қосындысына 3-ті бөліп, оған 5-ті қосу үшін, немесе 98 пен 90-ның айырмасын 2-ге көбейтіп, оған 50-ті қосқанда, алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. Содан кейін көбейту немесе бөлу амалдары ретімен. Содан кейін қосу немесе азайту амалдары ретімен орындалады. Сонда 5 пен 10-ның қосындысын 3-ке бөліп, оған 5-ті қосқанда 10. Және 98 пен 90-ның айырмасына 2-ні көбейтіп, оған 50-ті қосқанда 66 шығады. Балалар, мен қазір сіздерге тапсырма беремін. Мұнда өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, олардың мәнін табасыз. Тексеріп көрейік. 8 мен 5-дің көбейтіндісіне 27 мен 3-дің бөлінісін қоссақ, 49-ға тең болады. 7 мен 4-дің айырмасына 8-ді көбейтіп, оған 50-ті қосқанда 74 шығады екен. Ал 18 мен 9-ның айырмасына 4-ті көбейтіп, 100-ден азайтсақ 64 шығады. Балалар, бүгінгі сабаққа түсіндік пе? Жарайсыздар балалар. Демек, өрнектердегі амалдардың орындалу ретін таба алдық және есептеулерді орындай алдық. Мен сіздерге балалар үйге тапсырма берем. Оқулықтың 9-шы бетіндегі 3-ші тапсырма. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет балалар. Сау болыңыздар.